Маңдайда әжім пайда болды ма? Негізінде ол әжімді жасайтын өзіңіз. Қалай дейсіз ғой? Әр маңдайды көтерген сайын, әр қасты көтеріп таңғалған сайын, әр қасты түйген сайын сіз маңдай мышцаларын жаймендеп қысқартып жатырсыз. Көбісі түсінбейді мышцы қысқарту не екенін и қалай одан әжім пайда болатынын. Түсіндіремін, қараңыздар. Денеміздегі кез келген бұлшық етті напрягать етсек, ол қысқарады. Мысалға, іштің мышцаларын, прессті жаттығу жасап напрягать етсе, ол қысқарады және қалыңдайды. И солай барлық жерде. Аяқтың мышцалары, қолдың, мойынның барлығы қысқарады. Сол сияқты маңдайдың мышцаларын көтерсе, олар да қысқарады. Ал мышцы қысқарса, тері, май, дерма бәрі артық қалғандай болады да, залом болып, артық мата сияқты жиырылып әжім болады. Егер сізде уже кішігірім әжім болса, онда ол сол қалпында тұрмайды. Ол одан сайын тереңдей береді. Себебі сіз мышцаларды қысқартуды тоқтатпайсыз. Қалай бұның алдын алу жайлы актуальныйды айтып бердім.